Баланың температурасын қай кезде біз түсіреміз? 38,5-ге дейін күтіп отыру қажет пе? Қазір сіздерге айтып өтемін. Жоқ, әр баланың жағдайына қарай. Яғни егер бала өзін нашар сезініп, бас ауру, күнделікті жасап жүрген қимылдарын жасамай, ойнамай, жатып, әлсіреп, күші жоқ, сонымен қатар буындары, бұлшық еттері ауырып жатса, біз баланың температурасын түсіреміз. Сонымен қатар балаңызды учетта неврологиялық, жүрек аурулары және басқа да созылмалы аурулармен учетта тұратын болса, баланың температурасын түсірген жөн. Сонымен қатар дәрігермен консультация өткізуді ұмытпаңыз. Әр баланың ағзасы әртүрлі. Қандай препараттарды қолданған жөн? Көбінесе құрамында парацетамол немесе ибупрофен бар дәрілерді қолданамыз және баланың салмағына байланысты